осы Маңғыстау облысында, Ақтау қаласында ең алғашқы рет осы достыққа шақыратын татуластыру жұмыстарды насихаттайтын қозғалыс 30 жыл бұрын осы Ақтауда, Маңғыстау облысында басталған. Сол этномедиация дегенімізде бұл жерде этномедиатор, ол кәсіби маман ретінде екі тараптың мәдениетін, салт дәстүрлерін, олардың тілдерін және де барша ерекшеліктерін жақсы білетін болса, ол кезде осы түсінбеушілікті жақсы жолмен шешетін қабілеті жақсы болады деп айтқым келеді. Саламатсыздар ма? Маңғыстау облысында Қазақстан Халқы Ассамблеясы этномедиаторларының республикалық алғашқы форумы болып өтті. Форум қатысушыларының бірі Қазақстан Халқы Ассамблеясы республикалық этномедиация кеңесінің төрағасы, ұлттық құрылтай мүшесі, кәсіби тренер-медиатор, вице-доктор Пулатов Шерзод Аббозұлы бізде қонақта. Шерзод Аббозұлы, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Осындай кездесу ұйымдастырып, бізді арнайы сұхбатқа шақырғандарыңыз үшін алғысымыз шексіз. Сізге алғашқы қойылар сұрақ, Қазақстан Халқы Ассамблеясын, жалпы этномедиацияны дегенді қалай түсінеміз? Біз қош көрдік. Ең алдымен рахмет, осындай студияға шақырып, сұхбат ұйымдастырғандарыңыз үшін алғысымыз шексіз. Бүгін біз шын мәнінде өте жақсы форумға қатыстық. Осы форумды ұйымдастырған ең алдымен Маңғыстау облысы әкімдігіне және де қоғамдық келісім деген мемлекеттік ұйым және де ішкі саясат басқармасына өз алғысымызды айтқымыз келеді. Осындай іс-шаралар арқасында біз тек қана этномедиация емес, және де басқа қоғамдық негізінде жұмыс істейтін ұйымдарға үлкен қолдау көрсеткеніміз болады. Әрине, бүгінгі форумда біз этномедиация тақырыбын қозғадық, және де осы бағытта көп жақсы пікірлер мен сөздерді тыңдадық. Бірақ егер біз этномедиация деген сөзді біз қарайтын болсақ, осы сөзге, және де қалай біз оны түсінеміз деген сұрақ қоятын болсақ, бұл жерде біз медиация деген тәсілді білеміз. Медиация қазіргі күнде ол екі тараптың түсінбеушіліктерін, даулардың, жанжалдарын шешетін бір тәсіл болып табылады. Бірақ біз этномедиация деген кезінде бұл жерде біз осындай дауларда егер екі тарапта екі этностың өкілдері қатысатын болса, ол кезде біз оларды этномедиация тәсілі, этномедиация процесі деп атап келеміз. Әрине, бұл жерде этномедиация дегенімізде, бұл жерде этномедиатор, ол кәсіби маман ретінде екі тараптың мәдениетін, салт дәстүрлерін, олардың тілдерін және де барша ерекшеліктерін жақсы білетін болса, ол кезде осы түсінбеушілікті жақсы жолмен шешетін қабілеті жақсы болады деп айтқым келеді. Әрине, біз этномедиация деген кезінде көп нәрсені назарда тұтамыз. Ол жерде оны осы медиатордың этнос аралық мәселеге қатысатын мамандың осы тараптың мәдениеттеріне үлкен құрметпен қарау, және де тыңдау білу, және де арнайы сұрақтармен мәселенің түбіне жету, яғни себебін анықтау. Сол жолдар арқылы этномедиатор осы екі тараптың түсінбеушіліктерін ортаға салып, және де екі тараптың ортасында көпір болып, екі тарап бір-біріні тыңдау үшін, екі тарап бір-біріні түсіну үшін мүмкіндік жаратып беретін осындай алаң деп айтсақ та болады. Осыны біз қазір күнде этномедиация деп атап келеміз. Сонымен бірге мен осы бағытта тағы да қосып кетейін. Біз этномедиация деген кезінде біз Қазақстан Халқы Ассамблеясының жұмысын назарда аламыз ғой. Бірақ сол түрде біз осы Қазақстан Халқы Ассамблеясының этномедиациясы деген кезінде біз үш бағытта атқарылатын жұмыстарды назарда тұтамыз. Біріншіден, бұл алдын алу жұмыстары. Яғни, шиеленістер болмау үшін біз арнайы насихаттау жұмыстарды, жастармен тәрбие жұмыстарын, және де осы медиаторларды даярлау жұмыстарын барлығын біз алдын алу жұмыстары деп атап келеміз. Осы бағытта Қазақстан Халқы Ассамблеясы этномедиация институтын дамыту үшін арнайы жұмыстарды атқарады.
Сонымен бірге бізде шиеленістерді шешу жұмыстары бар. Оларға біз даярлаған этномедиаторларды, қоғамдық пікір көшбасшылары мен этномәдени бірлестіктердің басшыларының қатысуымен біз шиеленістерді шешу үшін жұмыстарды атқарамыз. Үшінші бағыт ол шиеленістер біткеннен кейін, конфликттер біткеннен кейін ары қарай осы жағдайды реттеу жұмыстары болып табылады. Әрине, әрбір жүректе, әрбір көңілде даудардан кейін осындай наразышылық, осындай жаман көңіл күй қалыптасады. Осындай жағдайларда біз реттеу жұмыстарын, қайта қалыптастыру медиацияның тәсілдерімен қолданып, біз достықты, бір-бірге деген құрметті қайта қалыптастыру үшін жұмыстарды атқарамыз. Өте рахмет, жақсы түсіндіріп бердіңіз. Енді келесі сұрақ, жалпы осы алғашқы республикалық форумды неге Маңғыстау облысы Ақтау қаласында өткізуді жоспарладыңыздар? Әрине, бұған бірнеше себептер болған. Ең алдымен біз айтып кетуіміз керек, Қазақстан Халқы Ассамблеясын осы жылы біз 30 жылдығын атап келе жатырмыз. Осы 30 жылдық аясында әртүрлі аумақтарда осындай ірі республикалық көлемдегі іс-шаралар ұйымдастырылуда. Біз аналар кеңесіміз бар, ақсақалдар кеңесіміз бар, сонымен бірге бізде жастардың ұйымдарымыз бар, және де бізде журналистердің клубы бар. Осындай алаңдарды ұйымдастыру үшін үлкен республикалық көлемде жиындарды біз ұйымдастырудамыз. Солардың бірі этномедиация кеңесі. Біз осы этномедиация кеңесін біз республикалық көлемде ұйымдастыруымыз керек деген ұсынысты Маңғыстау облысының әкімдігіне біз айтқанда, әрине Маңғыстау облысы қолдау көрсетті, және де біз осы шараны осы жерде өткізуіне біз шештік. Оған тағы да бір маңызды себебі, білесіздер ғой, осы Маңғыстау облысында, Ақтау қаласында ең алғашқы рет осы достыққа шақыратын, татуластыру жұмыстарды насихаттайтын қозғалыс 30 жыл бұрын осы Ақтауда, Маңғыстау облысында басталған. Сондықтан осыған да біз сай кеп тұрғаны, және де осыған бірлесіп тұрған себебімен біз Ақтау қаласында осы форумды өткізуге жөн көрдік. Өте жақсы. Бізден жалпы осы ассамблеяның алғашқы қарлығашы болып осы Маңғыстау облысы бастаған болатын. Енді республикалық форумда көптеген маңызды мәселелер талқыланды. Жалпы сол жөнінде тоқталып өтсеңіз, және форум нәтижесінде қандай қорытынды жасалынды? Жақсы сұраққа бердіңіз. Ең алдымен бір нәрсені айтып кетейін. Білесіз ғой, өткен сессияда, 34-ші сессияда Қазақстан Республикасының президенті, Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағасы Қасым-Жомарт Кемелович Тоқаев арнайы тапсырмаларды мемлекеттік органдар мен әкімшіліктерге берген. Сол кезде біз ескеніміз бойынша, және де бәріміз білеміз, осы тапсырмалар тікелей елдесу және татуласу жобаны іске асырумен байланысты болған. Сондықтан біз осы тапсырмаларды іске асыру үшін осындай форумды ұйымдастырдық. Және де бұл жұмыстар тек қана форуммен шектелмейді. Бұл жұмыстар біз алдында айтып кеткен 3 бағыт бойынша елдесу және татуласу жобасының аясында, жалпы бұл жоба этномедиация институтын дамыту үшін арналған жоба. Сондықтан осы жобаның аясында біз арнайы кездесулерді, сабақтарды, және де арнайы мынау этномедиаторлардың тәжірибесін және де қабілетін арттыру үшін арнайы курстарды ұйымдастырып, біз осындай жұмыстарды қазіргі күнде атқарып келе жатырмыз. Бұл теоретикалық, даярлау жұмыстарымен бірге практикалық негізінде атқарылатын кездесулерді ішке кіреді. Сондықтан біз осы форум нәтижесінде осы бағыттар бойынша көп ұсыныстар мен пікірлерді тыңдадық. Және де кейбір органдар жалпы медиация саласын дамыту бойынша, немесе осы этномедиацияға тиісті тәсілдерді күшейту үшін, және де
басқа тәжірибелермен танысу жұмыстар туралы біз көп баяндамаларды тыңдадық, және де осы форум нәтижесінде біз алдын алу жұмыстарға көбірек назар аударуымыз деген ортақ пікірге келдік. Неге десеңіздер, әрине біздің елімізде қазір күнде біз көріп отырсақ, яғни ұлтаралық мәселелер немесе қандайдыр даулар, сол дауларда этностардың өкілдері қатысқанын біз өте кем көреміз, яғни оларды байқамаймыз жалпы айтқанда. Және де халықтың арасында достық пен сыйластық жақсы деңгейге алып келінген, яғни көтерілген. Сондықтан біз осындай жағдайды ары қарай қолда ұстау үшін, күшейту үшін, жалпы қоғамдық келісім мен бірлікті яғни жақсы деңгейде ұстап келу үшін әрине біз алдын алу жұмыстарға көбірек назар аударуымыз керек. Әрине біз шиеленістерді шешу үшін біздің этномедиаторларымызды біз даярладық. Мысалы, біз арнайы 3 деңгейлі тізімді реттеп қойдық. Олардың құрамына біздер мысалы қоғамдық пікір көшбасшыларды және де жалпы еліміздегі танымал тұлғаларды, сонымен бірге бізде этномедиаторлар мен кәсіби медиаторлар бар, және де этносаясат арасында жұмыс істейтін мамандармен біз жалпы этномедиацияға қызығушылық танытқан азаматтарды енгіздік. Соның ішінде мемлекеттік органдардың қызметкерлері және де қоғамдық келісім деген ұйымдарымыздың достық үйлерде жұмыс істейтін мамандар, осы яғни достыққа шақыра білетін азаматтарды біз осындай тізімге енгізіп, қазір күнде 300-ден астам этномедиаторлар бізде тізімде бар. Осы медиаторлар қазір республикалық көлемде қызмет атқаруға дайын. Егер шиеленістер және түсінбеушілік даулар болса, әрине олар қатысып, сол яғни жағдайды реттеу үшін бізге көмектеседі, яғни өзінің үлесін қосады жалпы айтқанда. Бізде конфликттер біткенде кейінде арнайы жұмыстарымыз бар. Конфликттер біткенде біз осы постконфликт жұмыстары деп атап келеміз. Ол шиеленістер біткенде кейін ары қарай реттеу жұмыстары. Бұл жұмыстар бойынша әрине біз арнайы даярлау жұмыстарды, оқыту бағдарламаларды даярлап, осындай жұмыстарды атқарып келе жатырмыз. Бірақ ең алдымен осы жанжалдарға жеткізбеу, яғни жұмыстарды біз қолға аламыз деген пікірлер айтылды. Әрине мен де келісемін. Егер біз алдын алу жұмыстарда белсенділік танытып, жақсы жұмысты атқарсақ, біз конфликттерге алып келмейміз, шиеленіске бармаймыз. Сондықтан біз осы форум нәтижесінде барлық қатысушыларды және де басқа да мемлекеттік органдарды осы салаға көбірек назар аударуды біз талап еттік. Және де осы жұмыстар барысында біз ең алдымен жастармен көбірек жұмыс істеуіміз керек. Жастарға тәрбиелі жұмыстарды, арнайы кездесулерде біз осы мәселелерді жеткізу білуіміз керек. Достықтың құндылықтарын және де осы қоғамдық келісімдің, яғни ерекшеліктерін біз жастармен жалпы халқымызға жеткізуіміз керек. Сонымен бірге арнайы кездесулерде біз мынау халықтың көкейінде болған мәселелерді ортаға салып, оларды талқылауымыз керек. Біз ештеңені жасырмай, яғни оны талқылап, диалог арқасында шешу жолдарын іздестіруіміз керек. Неге десеңіздер, егер біз ауруды жасырсақ, біз өлуге ұшырамыз. Сондықтан біз осы біздің кемшіліктерімізді және де қандайдыр шешілмеген мәселелерді жасырмай, оларды ортаға салып, олардың шешетін жолдарын іздестірсек, ары қарай біз шиеленістерге, яғни біз жол бермейміз. Сондықтан біз осы мәселелерді бүгінгі форумда жақсы түсініп, және де алдыңғы уақытта осы бағытта көбірек жұмыс істейтінімізді біз естік, және де осындай тапсырмаларды берілді. Мен ойлаймын, ары қарай осы бағытта біз көбірек үлес қосатын боламыз деп айтқым келеді. Рахмет, Жазот Аббозұлы, үлкен өзіңіздің ойыңызбен, іс тәжірибеңізбен бөлістіңіз. Сізге үлкен рахмет айтамыз. Алдағы қызметіңізге сәттілік тілейміз.
осы форум нәтижесі сіздердің осы алдағы этномедиация бағытындағы жұмыстарыңызға үлкен бір серпін берсін деп тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бірлік пен келісім жолындағы ісіміз. Мен де сіздерге өз алғысымды айтқым келеді, және де біз бәріміз осы күндері медиация күнін атап келе жатырмыз, тойлап келе жатырмыз. Сондықтан мен барша отандастарымды, барша медиаторлар мен этномедиаторлар және де медиация саласына жанашыр болып жүрген азаматтарды осы күнмен шын жүректен құттықтағым келеді. Осы салаға аямай өздерінің күштерін салып және де үлестерін қосып келе жатқандары үшін мен өз алғысымды айтқым келеді. Әрқашанда елімізде амандық болсын, тыныштық болсын, және де әрбір Қазақстанның азаматында көкейінде болған мәселелер, ниеттер, жақсы ниеттер амалға аса берсін деп тілектеспін деп айтқым келеді. Рахмет сіздерге.